ішесіз ба? Иә, әрине. Ал андай мас қылатын қымыз ішесіз ба? Ішіп көргенбіз. Ішіп көргенсіз де, жолдасыңыз қалай, көп іше ма ондайды? Қазір просто модно болып кетті ғой, бәрі ішеді. Біз енді осыдан бір 2-3 жыл бұрын ол қымыздар енді пайда болған кезде ешқандай сомнение болған жоқ та оның тазалығында. Сосын іштік, бірақ ішіне бірдеңе қосылған сияқты мүмкін емес деп қоямыз. Бір тойға барған кезде, достарымыздың тойына барған кезде, осылай бір бокал жаңағы welcome drink сияқты берді қымыздан. Соны ішіп алдым, ұнады, сосын тағы бір бокал іштім. Сонымен тойдың гүлі болдым ана жерде. Өмір тойда етіп ішіп жүріп көрмеген. Сосын деген бір қыздар айтады, Камила ханым, сіз ішіп алғансыз ба деп, мен айтамын, қайдағы ішіп алған, но видимо там я отжигала. Ешқандай деген бір адам жазған екен да. Бүгін тағы қымызхан бауырлардың көрдім, қымыз іштік дейді. Тілдердің шайына бәрең тұр. Әңгімелері ана бірін жақсы береді, мынау қатты соғады дейді. Түпкі мақсаты мас болу болса, сыра дұрыс сияқты. Сүтті қалай ішесің? 2-3 литрлеп дейді. Өз-өзімізді алдап жүрген жоқпыз ба? Иә. Иә? Лучше сразу пиво ішпедік па дейді да.